Сәлеметсіңдер ме, құрметті екінші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сын есім. 122 сабақ. Оқу мақсаты: оқушылардың білім-білік дағдыларын қалыптастыра отырып, дара және күрделі сын есім туралы мәліметтер беру. Қазақ тілім, өз тілім, анам тілі, Абай Мұхтар сөйлеген данам тілі, қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар, дара және күрделі сын есім. Сын есім дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді? Дұрыс айтасыңдар. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Және де сын есім дара және күрделі сын есім болып екіге бөлінеді. Балалар, оқулығымыздың 99-шы бетін ашайық. 7-ші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Сонан соң мәтінді түсініп оқы. Әділдің арманы. Балалар, әділдің арманы дегенде сендер қандай, не туралы болады деп ойлайсыңдар? Әділ нені армандауы мүмкін? Әрқайсың өз ойларыңды айта отырыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді мәтінді мұқият отырып тыңдайық. Әділ терең ой құшағында отыр. Оның бар арманы өскенде ұшқыш болу. Бірде құс болып ұшып кеткісі келеді. Енді бірде шіркін, мен де темір құстың моторын өзіме бағындырсам деп ойлайды. Ол үшін дейді апайы, сабақты жақсы оқу керек. Және спортпен шынығу міндетті шарт. Әділге бәрінен де қиын тигені сабақ оқу. Сабағын оқиын десе, қызықты ойынды кім ойнамақ? Балалар, әділдің арманы кім болу екен? Дұрыс айтасыңдар, ұшқыш болу керек екен. Ендеше, әділ арманына жету үшін не істеу керек екен? Сабақты жақсы оқу керек және спортпен шұғылдану керек екен, не балалар? Сендердің армандарың қандай? Сендер сабақ оққанды жақсы көресіңдер ме, балалар? Ендеше кәне бір-бірімізге сұрақ қоя қояқшы. Мәтінді әрі қарай өздерің жалғастырып көріңдер. Мәтінді көшіріп жазып, сын есімдерді табамыз. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратамыз, балалар. Балалар, енді ойын ойнап көрейікші. Менің бағытым ойыны. Тәтті? Дұрыс айтасыңдар. Қан, тік. Жар, тегіс. Жер, суық. Су, сұр. Қоян, ақылды. Адам. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше бұл жерде сын есімдерді тауып айта қойыңдаршы кәне. Дұрыс айтасыңдар. Тәтті, тік, тегіс, суық, сұр, ақылды. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай сұрағына жауап береді? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді оқулығымыздың 100-ші бетін ашайық. Өлеңді көшіріп жаз. 8-ші жаттығу. Нөсер жауып басылды. Күннің көзі ашылды. Қызыл жасыл киімді кемпір қосақ иілді. Енді балалар, өлеңді әдемілеп көшіріп жазамыз. Сын есімнің асын сыз, олардың дара не күрделі екенін айт. Қарамен берілген сөзді түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен жазылған сөз бұл жерде балалар қандай сөз? Дұрыс айтасыңдар. Күннің көзі. Ойын ойнайық балалар. Сиқырлы сандар ойыны. Сендерде сандар беріп тұр. Сандардың астында әріптер жазылып тұр. Ендеше астындағы сандарға қарап отырып, әріптерді табамыз. Қандай сөздер шықты? Кәне, бірінші санда қандай әріп тұр? Дұрыс айтасыңдар. А, ш. Бірінші сөз не деген сөз шықты? Ашы.
Екіншісін оқимыз кәне. Тік, дұрыс айтасыңдар. Үшінші. Кәне ойланамыз бәріміз балалар. Дұрыс айтасыңдар. Сор. Төртінші сөз. 5 деген қандай әріптен басталады? Дұрыс айтасыңдар. Ыс. Тық. Жарайсыңдар балалар. Ендеше осы сөздерді қатыстырып, өзіміз сөйлем құрап көрейікші кәне. Балалар, 9-шы жаттығуға назар аударайық. Суреттегі артық затты тауып, өз ойыңды түсіндір. Ненің суреттерін көріп тұрмыз? Инелік, торғай, көбелек, балық, ұшақтың суретін көріп тұрмыз. Бұл жерде қай сурет артық деп ойлайсыңдар? Неліктен артық? Дұрыс айтасыңдар. Балық артық, ол суда жүреді. Қалғандары ұшады. Я балалар, көкте ұшады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, 10-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздай нағамын. Кәне, барлығымыз бірге отырып айтайық. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздай нағамын. Тағы бір рет қайталайық. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздай нағамын. Кәне, кім жаттап алды кәне балалар? Жарайсыңдар. Ендеше дәптерімізді жауып, өлеңді жатқа жазып көрейікші кәне балалар. Тыныс белгілеріне назар аударайық. Өлеңнен күрделі сын есімнің астын сызамыз. Өлеңдегі ақбоз ат, ұшу аппаратына жата ма? Кәне балалар, сатымен кім тез көтеріледі? Ол үшін біз ережелерді айтуымыз керек. Зат есім дегеніміз не? Сын есім, сан есім, етістіктің ережесін кім біледі? Сол биік шыңына тез көтеріледі. Кәне балалар, айтып отырайық. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Үйге тапсырма 11-ші жаттығу 100-ші бет. Сабақ аяқталды балалар. Сау болыңдар.